Достар сәлем, бүгін екі жаңа смартфон көрсеткім келіп тұр. Ол Huawei Nova 11 Pro және Huawei Nova 11. Соңына дейін көр, өйткені бұл смартфон туралы білесің және менің ойымды айтып беремін. Қайсын алған дұрыс, яғни енді мен қайсын алушы едім деген ойды соңына айтамын. Ең бірінші айтқым келеді, бұл смартфондардың аккумулятор туралы айтқым келеді. Екеуінікі бірдей 4500, бірақ екеуінің адаптерлері әртүрлі. Мысалы Nova 11-де 66 Вт, ал 11 Pro-да 100 Вт. Яғни Nova 11 Pro тез зарядталады. Толық зарядтау үшін 25 минут жеткілікті Nova 11 Pro-да. Ал 11-де толық зарядтау үшін 35 минут жеткілікті. Huawei болғандықтан 5G антеннасы болмайды. Бұларда eSIM қосуға болмайды. Слот 2 сим-картаға сияды. Жақында бір подписчик маған сұрақ қойып еді. Көзі нашар көретін, құлағы нашар еститін адамдарға жаңағындай көмекші бар ма деген сияқты. Оны да қарап шықтым, ондай бар екен. Мысалы, специальный возможности деген кірсеңіздер, нашар көретіндерге, нашар еститіндерге міне көмекшілер бар. Керек кезде әріптер үлкен болады. Сонымен айтайын дегенім, нашар көретін адамдарға, нашар еститін адамдарға біраз көмек тиеді. Енді дизайн жағын айтатын болса, қараңдар, екеуі диагональдері бірдей, 6-7, бірақ Pro-нікі кішкене үлкендеу. Сыртын айтты мекі кожа, мынау пластик, жақтауы да пластик, мынаны да жақтауы пластик, бірақ мынаның шеттерін қарасаңдар, мынаның шеттері түзу, мынаның шеттері дөңестелген. Әдемі көрінеді, мен ылғи айтам, шеті дөңестелген, ол қымбат көрінеді. Екеуінде стереодинамик, жақсы жасалған. Бұлай түріне қарап, мынау әдемілі көрінеді. Бірақ мынаның сақинасы сияқты, мынау да әдемі көрінеді. Жазуға. Енді дисплейіне айтуға болады. Жаңа айтқым ғой, бұның экраны дөңестелген, және разрешение экран деген бар ғой. Разрешение экраны 1200 болса, мынау 1080. Яғни мынаның дисплейі, Pro-дың дисплейі әлде қайда артық суреттерін әдемі көрсетеді. Экран жаңару жиілігі екеуінде 120 Гц. Және көзді қорғайтын DC dimming деген бар ғой. Мынада DC dimming жоқ, мынада DC dimming бар. Яғни көзді қорғайды. Енді сол баяғы процессорға тоқталатын болсақ, екеуінің процессоры бірдей. Екеуінің процессоры Snapdragon 778G. Көптеген компаниялар смартфон жасаған кезде, мысалы Pro-ның процессорын үлкендеу жасаушы еді, мықтылау жасаушы еді, бірақ осы жолы олай емес. Міне қараңыздар, мынау 11, мынау 11 Pro. Бұның процессорлары бірдей болғандықтан көрсеткіштері бірдей болып тұр. 591.583 болып тұр, 586.737 болып тұр. 6 нанометрлі транзисторын жасалған, өнімділік жағынан екеуіне бірдей болып тұр. Pro-ның көбінесе жақсы жасаушы еді, мынаған 870 немесе одан да 778-ден артық жасауға болатын еді, бірақ білмеймін, осы жолы екеуінің процессорын бірдей жасады. Мүмкін келесі Huawei Nova 12-де мүмкін 870 болатын шығар. 8 ядролы процессор, бұл да екеуінде де видеокартасы бірдей, Adreno 642L. Енді камера жағын тоқталатын болсақ, қараңыздар, екеуінің камерасы бірдей, екеуі де 50 мегапиксель, екеуі де 4К түсіре алады, екеуі де суреттер бірдей көрсетіп береді. Кең бұрышты камерасы екеуі де бірдей 8 мегапиксель. Суреттері әдемі, түстері анық және нақты түстермен бірдей болады. Портретті фотода әдемі шығады. Бет алды боя бермейді. Бағана айтқандай, Nova 11-дің селфи камерасы Nova 11 Pro-дан әдемілеу түсіреді. Яғни 60 мегапиксельге қарсы 8 мегапиксель. Бірақ мына фотоға қарайтын болсаң, фильтр қосылған сияқты. Түнде қалай түсіреді десеңдер, мына суретке қараңдар. Nova 11 тағы да ұтып тұр. Негізгі камера әдей 4К етіп қойдым. Жүріп түсіріп отырмын. Сапасын қараңдар. Негіз сапасы бірдей болу керек. Өйткені екеуінің күші бірдей.
Мына селфи камера қалай түсіретінін қараңдар. Ең қызығы, арзан телефонның камерасы, селфи камерасы. Қымбаттықпен жақсы. Және ол 1x емес, кең бұрышты деп тұрады. Мысал қараңдар. Мынау кең бұрышты қазір. Мынау нақты. Қай видео жақсы? Өздерің қараңдар. Ал ең үлкен және ең қызық артықшылығы, қазір мен сізге айтайын, камераның артықшылығы Nova 11D селфи камерасы 50 мегапиксель, жоқ, 60 мегапиксель, ал 11 Pro'да 8 мегапиксель. 60, мынада 8. Қалай олай істеді? Кім оған жеткізді? Бастық қайда жүр екен? Акимат қайда қарап жүр екен? Мен білмедім. Не айтарым, не қосарым білмедім. Яғни соның арқасында, мына 60 мегапиксельдің арқасында екеуін фотоға түсірген кезде, селфи камера фотоға түсірген кезде, енді разрешение экран мүмкінділігі 11D 2 есе артық. 2 есе нүктелі пиксельдерін салыстыратын болсаңыз, 2 есе артық. 4К етіп түсіре алады. Селфи камераны 4К. Мынау түсіре алмайды. Өкінішті. Енді кімге түстері маңызды? 11 Pro'ны алатын болсаңыздар, түстері қара болуы мүмкін, немесе мынандай әдемі эко кожалы жасыл болуы мүмкін. Көзге түседі. Ал егер 11-ді алатын болсаңыздар, кімге әртүрлі цветтер ұнайды, бұнда қара болуы мүмкін, жасыл болуы мүмкін, ақ болуы мүмкін, және мынандай алтын болуы мүмкін. Алтын түсті, яғни сырты. Қандай саған түсі ұнайды? Комментарийге жазыңдар. Бірде екеуінде вспышкасы бар, екеуінде екі сим картасы бар, екеуінде нано сим карта салынады. Ұқсас. Енді бағана келетін болсаңыздар, бағасы 11-де 210 мың теңге, ал 11 Pro 260 мың теңге. Екеуінің айырмашылығы 50 мың теңге. Фото селфи камераның айырмашылығы 50 мегапиксель, ал бағасында айырмашылығы 50 мың теңге. Кімге қай смартфон ұнады, қай функциясы қызық, мүмкін мен айтпаған функциясы бар шығар. Комментарийге жазыңдар, қай функциясы маңызды. Мен айтпаған не бар? Айтыңдар.